Білесіздер ме, бізде неге адамдар жиі депрессияға түседі, стресске түседі? Өйткені біз сүрінген кезде, біз қандай жарыстан орынсыз қайтқан кезде мақтау, мадақтау, демеу, қолдау деген нәрсені сезінбеген халықпыз. Ана Мұқағалидың мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге деген нәрсені біз оны сезінбегенбіз. Сүріну деген бізге үлкен соққы ғой. Біз ана мектепте жарысқа қатыссақ та, спорт болсын, өнер болсын, ылғи орын алуды немесе бүкіл сабақты беске оқуға талап болғандықтан, сен беске оқы, сен орын ал деген сияқты, орын алмай қалған кезде бір демеулер, қолдаулар болмағандықтан бізде қазір сәл сүрініп қалсақ уже не? Көңіл күйіміз түсіп, өзімізді жеп қоямыз. Және кез келген жасаған нәрсеміз нәтижелі болу керек деп ойлаймыз. Ал өмірде сенің жасаған әрбір қадамың, әрбір амалың ол нәтижелі бола бермейді. Бізге соны түсіну керек та. Өмір болғасын сүрінесің, өмір болғасын құлайсың деген сияқты. Сол құлауды үйренбегенбіз ғой. Құлаған кезде өзімізді демеуді үйренбегенбіз. Айналамыздағылар да қолдамаған, өзімізді қолдамаймыз. Ылғи да бір жарысқа барсақ, орын алмай қалсақ, көңіл күй түсіп қайтатын. Ал негізі сен жарысқа қатысқаныңа қуана алуың керексің ғой. Өйткені сен сол жарыстың ішіндесің. Әлі үміт бар, әлі болашақ бар, уақыт көрсетеді деген сияқты. Бірақ не? Біз қандай амал жасасақ та сол нәтижелі болу керек деп ойлаймыз да. Мына әлеуметтік желіні жүргізсек те, бизнес бастасақ та, сәл болмай жатса, сәл сүрініп қалсақ, не істейміз? Өзімізді стресске түсіріп тастаймыз. Әйтпесе, өмірде түсіну керек нәрсе біздің сүрінуімізде де көп болады. Ең маңызды нәрсе аяққа тұру ғой. Сол аяққа тұру, өзімізді қолдау деген нәрсе аз болатындықтан, ол бала кезден қалыптаспағандықтан біз не істеп жүрміз қазір? Өзімізді мүжіп, өзімізді жеп, өзімізді сындырып, былайша айтқанда депрессияға түсіп жүрміз ғой. Сол себепті не нәрсе бастасаңыз да керемет нәтиже күтпеңіз. Басында тек әрекет қажет. Сүрінсеңіз, аяққа тұруды үйреніңіз. Болды. Сүріну ол нормальный нәрсе. Ол қалыпты дүние. Соны түсінейік та. Сол кезде депрессияға, стресске көп түспейміз. Парақшама тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттар бөлісіп тұрамын.